Күніне 383 мың теңге алатын қазақстандық футболшы. Иә достар, доп тебе алмаса да күніне осындай айлық алатын футболшыларымыз бар. Қостанайлық Тобыл командасында ойнайтын өзбекстандық Игорь Сергеевтің жыл бойы алатын жалақысы $300 мың. Мұны теңгеге шаққанда 138 миллион теңге. Айына 11 миллион 500 мың теңге алса, күніне 383 мың теңге болады екен. Мейлі ол алаңға шықпасын, үйінде отса да, ұйықтап жатса да күніне 383 мың теңге шотына түсіп отырады. Алайда футболды дамытып жатқаны екі талай. Еліміздегі ең дәрежесі төмен спорт футбол екені баршаға мәлім, әлі де дамымай келеді. Бірақ оған бөлінетін қаражат бір футболшыға 138 миллион теңге болса, қалғанын өзіңіз есептей беріңіз. Ал үйсіз-күйсіз жүргендер, жолдары жөнделмеген қала аудандарға қашан осындай қаражат бөлінеді екен? Әттең-ай әттең. Достар, қысқаша ақпараттарға шолу жасауды жалғастыратын боламыз. Ал сіздер арнамызға жазылып, лайк басып қолдау көрсете отырыңыздар.